Малайзия астанасы Куала-Лумпурде Димаш Құдайбергеннің жеке концерті өтті. Жақында ғана атасы Құдайбергенді жерлеу рәсіміне қатысқан әншіге бұл концертті өткізу оңай болмаған. Димаштың ата-анасы Қанат пен Свет Айтбаевтар желіде жазба қалдырып, 7 ай бойы дайындалған концертті өткізу туралы шешім қабылданғанын айтты. Жақын уақытта отбасымызда болған жағдайға байланысты психологиялық тұрғыда қаншалықты қиын болса да, 7 ай бұрын жоспарланып, жүздеген адам дайындығына атсалысқан концертін Димаш ойдағыдай атқарып шықты. Сахна сыртындағы көңіл-күйің маған аян, ақ диком. Папамыз айтпақшы, уәде, Құдайдың сөзі, тірі адам тіршілігін жасау керек. Малайзиялық көрерменге, Куала-Лумпурға түрлі елдерден арнайы келіп, керемет қолдау көрсеткен барлық жанкүйерлерге мың алғыс делінген Димаштың ата-анасының желідегі ресми аккаунтында. Аталған концертте Димаш әлемнің 7 тілінде ән шырқап, қазақ әуендерін әлемге танытты. Айта кетелік, 13 маусым күні Димаштың атасы Құдайбергеннің өмірден озғаны белгілі болды. Қаралы хабарды алғашқылардың бірі болып журналист Бауыржан Бабажанұлы жеткізді.